Сәлем достар менің. Бүгін біз өте қызықты есептер шығаратын боламыз. Яғни өздерімізге белгілі шығым деген сияқты теориялық масса, практикалық масса, теориялық деген сияқты есеп шығаратын боламыз. Яғни есептің берілуін көретін болсақ, мінекей осындай. Яғни бізде кен берілген, яғни темір кені берілген. Осындай бізге темір кенінің осындай массалық үлесі 75% болатын кен берілген. Және де оның құрамындағы темірдің массасы 74 грамм екен. Және оның шығымы 91% екенін көруге болады. Яғни эттамен берілген. Осы берілген кеннің массасын анықтау керек. Өзімізге белгілі, яғни этта дегеніміз, яғни кез келген заттың шығынын есептейтін формула. Масса практикалық бөлінген масса теориялық көбейтілген 100%-ға. Достар, бізде негізінен шығым деп жатамыз. Қазір сол туралы толығырақ айтатын боламын. Достар, мінекей көріп тұрғандарымыздай бізде әрқашан шығым деп айтып тұрмыз. Яғни өзіміз түсініп тұрғандай мағынасы тура мағынада айтып тұр, шығындалады. Мысалы, шығындалған кезде әрине ол сізге пайдалы бола қоймайды. Сондықтан да біз шығынды пайдасыз деп айтамыз. Ал шығым бұл жерде пайдалы өнім болып табылады. Яғни екеуі бір ғана әріппен ғана айырмашылық жасап тұр деуге болады. Мысал ретінде айтатын болсақ, мысалы айраннан, мысалы 1 литр айраннан сіз кесеге айран құятын болсаңыз, ол кеседегі айранды мысалы ішесіз. Ішкен кезде кеседе оның айранның жағы кеседе былай қалып қалады, ақ болып. Айранның қалдықтары қалып қалады. Сол қалған қалдықтары сізде шығын болып табылады. Яғни сізде толығымен сол айранның барлығы сіздің айраныңыздың ішіне кірген жоқ. Яғни сіз толығымен оның өнімді пайдаланбайсыз. Аздап шығын сыртқа қажетсіз болып қалады. Яғни ондайды біз шығын деп айтамыз. Яғни ол өте аз пайызды болып келеді. Ал шығын бізде өте көп пайызды көрсеткіш болады. Көбіне 99, 98, яғни сондай жоғары көрсеткіштерді көрсетеді. Кейде 70 деген сияқты. Ал бізде шығын көбіне өте аз пайызды көрсетеді. Мысалы 2% деген сияқты шығынға ұшырады, немесе шығындалды деп жатамыз. Сондай мағынаны білдіреді. Бұл есепте де дәл сондай. Мысалы, мына жерде кеннің шығымы бұл жерде 75%. Яғни біз қалған пайызы бұл жағы әртүрлі кен құрамындағы қалдықтар, яғни керек емес қалдықтар болып табылады. Яғни негізгі керекті таза кеннің пайызы бізде 75% өндіріліп алынған екен. Кеннен осыншама темір кені. Ал соның құрамындағы темірді біз массасы белгілі 74 грамм деп көрсетілген. Сол темірдің 74 граммы бұл өзінің шығымы 91% көрсетеді. Яғни 100%-ға жақын, алайда 91% таза темір, ал қалғандары қалдық заттар екен. Яғни темір металының өзі осынша пайызды көрсетіп тұр. Яғни осындай шығын және шығынға арналған есептің берілуін қарайтын болсақ, бұл жерде бізде темірдің массасы, бұл жерде практикалық масса берілген. Мына формула бойынша практикалық масса берілген және оның шығымы берілген. Біз теориялық массасын тауып алуымыз керек. Сол кезде, яғни біз 74-ті бөлеміз 0,91-ге. Яғни 0,91 дегеніміз 100%-ді 91-ге бөліп жергенде 0,91 болады. 0,91 болады. Сонда 74 граммды бөлеміз 0,91-ге. Сол кезде біз теориялық массаны табамыз. Яғни теориялық массаны табу үшін масса практиканы бөлеміз эттаға. Сол кезде масса табылады. Мінекей достар, біз осы жерде теориялық массасын тауып алдық, яғни практикалық массаны эттаға бөлеміз, яғни латынша таңба этта деп оқылады. Сонда 74 грамм, яғни берілген 74 граммды бөлеміз 0,91-ге, сол кезде мынанша грамм темір, яғни бұл теориялық таза массасы. Ал енді әрі қарай біз пропорция құрастырамыз. Бұл кезде темірдің, кеннің құрамындағы темірдің НР-ін анықтайтын болсақ,
темірдің өзі 56-ға тең. 56-ны 2-ге көбейтеміз. Сол кезде ол 112-ге тең. Яғни 112. Мінекей 112 деп жазып алдық. 112 болған кезде, яғни оның массасы 81,32. 32 грамм болды. Ал бізде мына толық кеннің мрін жазамыз. Яғни толық кеннің мрі бізде 214 болды. Яғни есептеп шықсаңыз, барлығын көбейтіп қосып есептейтін болсаңыз, 214. Болған кезде x. Осы кезде біз пропорциядан x тауып аламыз, яғни мына екеуін көбейтіп, оны 112-ге бөлеміз. Сол кезде біздің x-тің мәні 155,38 грамм. Бұл жерде осыншама грамм кеннің, сонда бұның мрлері бойынша анықтап отырмыз ғой. Енді бұның таза массасын анықтау үшін, яғни тура бастапқыдағыдай біз осы теориялық массасын анықтайтын боламыз. Яғни біз теориялық массаны табу үшін оның пайызына бөліп жерген болатынбыз. Бұл жерде де дәл солай, яғни бізде кеннің пайызы 75%. Демек, мына жерде біз 0,75-ке бөліп жеретін боламыз. Яғни мына жерде міне 0,75-ке бөлген кезде 207,17 грамм кен. Яғни сонда бізде кеннің массасы шықты.